Оралда кәсіпкерлерді бопсалаумен айналысқан күдіктілер ұсталды. Бұл операцияны полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитеті бірлесіп жүзеге асырды. Ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында 5 адам болған. Олардың екеуі ағайынды. Күдіктілер алдын ала сөз байласып, кәсіпкерлерді қанаудың жоспарын құрыпты. Нысанаға таныстар ілігеді. Қаскөйлер қоқан-лоқы көрсетіп, 2 айда қомақты қаржыны қалталарына басқан. Кәсіпкерлер тығырыққа тірелгенде күш қолданып, қымбат телефондарды несиеге рәсімдеткен. 5 азамат терістің өкілдерін 2 кәсіпкерден осы 2 ай ішінде 9 миллионнан астам ақша бопсалап алған. Жеке кәсіпкерлердің ақшалары біткеннен кейін тауарлық несие алуға мәжбүрлеген. Қымбат брендтік ұялы телефондар және әртүрлі аксессуарлар алуға мәжбүрлеген. Күдіктілер деструктивті діни ағым өкілдері болып шықты. Бұрын сотталған. Тінту кезінде олардан суық қару, есірткі, діни материалдар тәркіленді. Теріс діни ағымдардың өкілдері олар осы дінді бүркемеленіп, осына қылмыстар жасайды. Мақсаттары жәнегі дін емес, өздерінің жеке пайда күнімдіктері. Біз теолог пен басқа мамандармен тексеру нәтижесінде олар ешқандай дінге қатыстылығы жоқ екені анықталады. Тек өздерінің сыртқы келбеттері бар, діни образдары бар, сақалдары бар. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Күдіктілердің басқа қылмысқа қатысы бар жоғы анықталуда.